Кеше ғана келген мына бір дерекке құлақ түрейікші. Қаңтар айында 139 мың қаршадай оқушымыз ұлттық бірыңғай тестілеуден өтіпті. Олардың 76% сынақты қазақ тілінде тапсыруды таңдаған. Бұл құрғақ статистика емес. Бұл 2 ғасыр бойы езілген елдің еңсе тіктеуі. Тарих дөңгелегі өз арнасына бұрылғаны, табиғи даму. Жоқ, қажет десеңіз бұл ұлттық ренессанс. Көш жүре түзеледі дегеннің нақты көрінісі. 1997 жылы ел астанасы Алматыдан Ақмолаға көшірілгенде 10 адамның біреуі де қазақша білмейтін десек қателеспейсіз. Ал қазір астанадан емес, алаш-дала ана тілінде еркін сөйлейді. Конституцияның жаңа ұсынылып отырған 9 бабының 1 тармағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі деп тайға таңба басқандай жазылып тұр. Қазіргі қолданыстағы 3 тараптан айтылып тұрғандай Қазақстан Республикасының емес, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі деп тұрмыз. Ендеше осыны құдды бір тіліміз Конституциядан айырылып қалғандай шулату кімге қажет? Неге біз жаппай эмоцияға беріліп барамыз? Қазір әлемде барлық геосаяси ойындардың шарттары қайта жазылып жатқан жақсы білесіздер. Бүгінгі керісу ертең үлкен келіспеушілікке апарса, кім жауап береді? Қазақтың тілін құдайдай сүйем ағайын. 4 балам ана тілінде шүйіркелеседі. Қазақ мектебіне, қазақтың балабақшасына барады. Керек десеңіз, мен басқа тілді білмеймін де. Осы шуды шығарып отырғандардың арасында балаларын өзге тілде оқытып жүргендер жетіп артылады. Ана тілін білмейтіндерге шынымен де ата заңдағы бір ғана сөз кедергі болып тұр дегенге өздеріңіз сенесіздер ме? Қазір елді сабырға шақырсаң сатқын, ойланайық десең опасызға, ақылдасайық десең ақымақ қыла салу немесе жыға салуы оңай болып кетті. Солай ақ болсын ағайын. Сіз бен біздің бұл дүниеден әйтеуір бір күні өтетініміз хақ, анық дүние. Ал ұрпағымызға өзі тұратын жер керек, өз тілінде сөйлейтін ел керек. Дау қуып даурығып жүргенде Дональд Трамптың Зеленскийге айтқандай қолымыздағы картамыздан айырылып қалмайық. Жау жоқ деме жар астында. Тыңдап болсаңыздар, тыңдап айттым. Сау болыңыздар.